Саламатсыздар ма оқушылар және көрермендер. Бүгінгі тақырыбымыз жай бөлшек, яғни жай бөлшектердің негізгі қасиеті болып келеді. Бұл 5-ші класстағы ең маңызды тақырыптардың бірі. Өйткені алдағы шығаратын есептеріміздің барлығында да осы бөлшек келіп отырады. Сондықтан да бұл бөлшекті өте жоғары деңгейде меңгеріп алғанымыз дұрыс болады. Енді жалпы жай бөлшек туралы айтатын болсақ, жалпы бөлшек деген міне оқылуына мән берейік. А-дан Б деп оқылады. А-дан Б, яғни мына сызық деген ол бөлшектің сызығы, яғни бөлу деген мағынада келеді. Мысалы мен Б бөлу А дегенді міне мына түрде жазуға болады екен. Б бөлу А деген, яғни А-дан Б болып жазылады да міне. Сонда бөлу деген мына бөлшектің сызығы қызметін атқарады. Енді мына сызық тұр ғой, сызықтың астында тұрған санды, енді А мен Б-ның орнына сандар тұрады ғой. Оны бөлімі деп айтамыз. Бөлімі. Ал мына бөлшектің сызығының жоғарысына тұрғанды, алымы деп сөйлейміз. Ертең алда уақытта алымы бөлімі деп сөйлеген кезде, міне бөлімі деп айтсам, бөлшектің асты деп түсінесіңдер. Алымы деп сөйлеп айтсам, бұл бөлшектің жоғары жақ бөлігі екенін түсінесіңдер. Сызықтың. Жақсы. Енді осы алымы бөліміне байланысты бөлшекті үлкен екі топқа бөліп қарастыруға болады. Бірінші бөлігі ол дұрыс жай бөлшек. Ал екіншісі бұрыс жай бөлшек. Дұрыс пен бұрысты ажырату үшін осы алым мен бөліміне байланысты. Яғни мен егер бөліміндегі сандарды үлкейтіп, алымдағы сандарды кішірейтіп қойсам, яғни мысалы 5-тен 3, 6-тан 2, 25-тен 12, сөйтсіздер ғой. Яғни бөліміндегі сандар үлкен, ал жоғары алымындағы сандар кішкентай бөліміне қарағанда. Бұндай бөлшектерді дұрыс деп айтамыз. Ал бұрыстар керісінше болады. Алымындағы сандар бөліміндегі сандарына қарағанда үлкенірек болады. Мысалы 13-тен 15, көрдіңіздер ме? Бөлімі кішірек қойды. 18-ден мысалға 19, 25-тен мысалға 29 деген сияқты. Яғни сонда алымы үлкен болады, немесе бөлімі тең болуы да мүмкін. Ондайды да бұрыс бөлшек дейді. Мысалы 82-ден 82 болса, ол да бұрыс бөлшек дейді. Сонымен дұрыс бөлшек пен бұрыс бөлшекті ажырату үшін, егер бөлімі, яғни асты үлкен болса, ол дұрыс болады. Ал керісінше алымы, яғни жоғарғысы үлкен болса, немесе бөліммен тең болатын болса, ондайды біз бұрыс бөлшек деп айтамыз. Сосын осы бұрыс бөлшектерден тағы да кейінірек әлде де тоқталамыз. Аралас сан деген ұғым шығады. Аралас сан. Оны енді кейінге қалдырайық. Әзірше мына дұрыс бөлшек пен бұрыс бөлшектермен амалдарды орындап алайық. Содан кейін аралас санға тоқталамыз. Сонымен жай бөлшектерді екі топқа бөлдік, дұрыс және бұрыс деп. Және бұрыс бөлшектерден тағы да аралас сан деген шығады екен. Өмірде бөлік дегендерді көп естіп жүрген шығарсыздар. Мысалы тәтті тағамнан бастайық, мына тортты мысалға екі бөлікке бөлдім, мысалға, екі бөлікке бөлдім. Оны жазған кезде қалай жазамыз мысалға? Яғни екі бөліктің біреуі деп жазады, міне былай. Яғни тортты міне екіге бөлдім, соның бір жағы мысалға. Және бөлшектің ең негізгі қасиеттерінің бірі бөлшектің алымында бөлімінде бірдей санға көбейтуге болады. Мысалға алымында бөлімді мысалы екіге көбейтейін. Менде сонда 4-тен 2 шығады міне. 4-тен 2. Яғни 4 бөліктің екеуі дейді. Бұл да негізі 4 бөліктің екеуі деген сол 2 бөліктің біреуіне тең болады да. Екеуі бір ұғым негізі, бір нәрсе айтып отқан. Мысалы қайттан осы 2-ден 1-ді алайық. Осы 2-ден 1 және 2-ге көбейтсем, енді мысалға 3-ге көбейтейін. Алымында бөлімді 3-ге көбейтейін. Айтып отырмын, бөлшектің ең негізгі қасиеттерінің бірі, алымында бөлімді бірдей санға көбейтсек, одан бөлшектің мәні өзгермейді екен. 3-ті 1-ге көбейтсек 3, 3-ті 2-ге көбейтсек 6. 6 бөліктің 3-еуі. Енді айтып отырмын, 6 бөліктің 3-еуі 2 бөліктің біреуіне тең деп жатыр. Шынымен де көрейік, суретте қалай болады. Мысалы 4 бөліктің 2-еуі дегенді көрейік. Мысалы 4 2 бөлікке бөлініп тұр ғой. Енді мен оны 4 бөлікке бөлейін. 4 бөлікке бөлсем де, бояқ байығы, үшін көрінуші 4 бөліктің 2-еуін аламын. 4 бөліктің 2-еуін алсам,
осы торттың жартысын алғандай екен. Көрдіңіз ме? 2-ге бөліп, жаңа біреуін алдым ғой. Сол бөлікпен тең болып тұр, дұрыс па? Енді 6 бөлікке бөліп көрейік осы тортты. Міне, мысалға тортты міне 6 бөлікке бөлдік, иә. Сол 6 бөліктің 3-еуі дейді міне. Яғни мына бір бөлігі, міне екінші бөлігі, міне үшінші бөлігін алдым. Торттың 3 бөлігін алдым, дұрыс па? Ол бәрібір сол торттың жартысын алып тұрған нөмір дейді. Яғни осы бөлшекті практикада жүзінде де көрсетіп жатқаным ол. Яғни міне 2-ден 1 деген бөлшек мына торттың жартысымен тортты 4-ге бөліп 2-ін алған, ол да сонымен тең болады екен да. Мысалы торттың міне 2 бөліктің 1-еуі ол 6 бөліктің 3-еуімен тең болады екен. Жақсы түсінікті болды деп ойлаймын. Бөлшектің ең негізгі қасиеттерінің бірі сонда алымында бөлімінде бірдей санға көбейтуге болады екен. Енді жалпы бөлшекке тоқталайық. Жалпы бөлшек деген енді осы жай бөлшектермен, яғни жай бөлшек десем уже ішінде дұрыс бөлшек те бар, бұрыс бөлшек бар деп түсінулерің керек. Қысқарту амалын жүргізіп көрейік. Жақсы. Келесі жай бөлшектерді қысқарту. 24-тен 18-е оқылығына да мән беріп отырайық. 24-тен бөлімнен бастап алым екінші оқиын. 24-тен 18. Енді осыны қысқарту үшін енді бастапқыда былай жасауға да болады. Мысалға 18 деген қандай сандардың көбейтіндісі? 18 деген мысалға 2 көбейту 9. Дұрыс па? 2 көбейту 9. Немесе 9-ды тағы да ашуға болады. 9 деген сан ол бізде 3 пен 3-тің көбейтіндісі. 3 көбейту 3 деуге болады. Мұнда 2-ні 3 көбейтсем 6, 6-ні 3 көбейтсем 18 шығады. 24-ті солай істейік. 24 деген ол 2 көбейтілген мысалға 12. Мына 12-ні де ашуға болады ары қарай. 12-ні шемен мысалы 3 пен 4-тің көбейтісі. 3 пен 4-тің көбейтісі жазып қояйық. 3 көбейту 4. 4 дегенді осылай қалдыра берейін, жақсы. Сосын қысқарту деген, мен бөлшектерді қысқарту. Бірдей бөлшектің сызығы бар, соның үсті мен астында бірдей сандар болса, соларды сызу ғой. 2 мен 2-ні сызамын. Мына 3 пен мына 3 сызамын. Басқа бірдей сандар қалған жоқ қой. Бірдей сандар қалмаса, оны жауап ретінде жазып қоюға болады. 4 және 3 деп. Сонда 24-тен 18 деген бөлшекті қысқартқанда 4-тен 3 шығады екен. Бірақ кейде біз енді осы үйреніп соңында мысалға мына ортасындағы мынадан аттап кетуге де болады. Яғни міне 24-тен 18-ді көріп тұрамыз да міне. Сразу екеуіне қараймыз да. Кешегі тақырыбымызда мысалға сандардың бөлінгіштік қасиетін өттік қой. Мысалы 18-ді 24-ті 1-ден 6-ға бөлінетінін байқасақ, 18-ді міне 6-ға бөліп атым дейсіз да міне. 18-ді 6-ға бөлдім дейсіз. Тіпті былай үстін сызып тауға да болады. 18-ді 6-ға бөлдім деп, сосын 3 шықты деп ше. 24-ті 6-ға бөлдім, одан 4 шықты деп жазып қойға болады. Сосын жауабы 4-тен 3 деп. Осылайда енді біз тесттерде, сынақтарда уақыт үнемдеу үшін осылайда тез шығаруға да болады екен. Жақсы, келесі мысалға 45-тен 35. Мысалға жаңа кеше бөлінгіштік қасиеттерді өттік қой. Сол кезде қарап отырсақ, сол ержелерді еске түсірсеңіздер, мына 35-те, 45-те, екеуі де 5-пен аяқталған да. Яғни өзі сұранып тұр міне. Екеуі де 5-ке бөлінетінін айтып тұр да міне. Сондықтан сөйтіп жасауға болады. 35-те 5-ке бөлемін деп, мысалы 7 шығады ол. 45-те де мысалы 5-ке бөлгенде 9 шығады. Мен сөз сұрға мен 5-ке бөлем деп ауызша айтып отырмын да, мәнін жазып отырмын. Кейдер балдар болады, мен 5-ке бөлем деп 5 деп жазып қояды да, өйтіп жазудың қажеті жоқ. Алымында бөлімінде бірдей санға бөлінетіндерін көрдіңіз ба? Сол санға бөліп мәндерін ғана жазып қоясыз. Жауап сонда 9-дан 7. Міне осылай. Келесі мысалы. Біріншісінде алып жаратын болсақ, міне 270 деген ол 27 көбейтілген 10 ғой. 630 ол 63 пен 10-ның көбейтіндісі. Міне 10 мен 10-ды бірден сызып тауға болады. Осындай бірдей сандарды байқауларыңыз керек қой. Алымнан да бөлімнен де. Немесе енді балдарға көбісі айтамын мысалға. Алымда да бөлімде де соңғы 0-мен аяқтап тұр ма, осы 0-ді бірден сызып тастаңыздар деп. Олай да болады. Сосын міне жауабым 63-тен 27 қалды ма? Ол ең соңғы жауабына әлі де бөлетін сан жоқ па? Қарау керек та мысалы. 63-те 27-те мысалға таблицаның сандары екеуі де мысалы 9-ға бөлінеді. Немесе бастапқыдай жіктеуге болады. 27 ол 9 мен 3-тің көбейтісі. 63 деген ол 9 мен мысалы 7-ның көбейтісі деп. 9 мен 9 тағы қысқартуға болады. Жауабы 7-тен 3 деп. Яғни кімге қай әдіс жеңіл? Мысалы кейбір балдар бірден көреді. Мысалы мына екі сандар 10-ға бөлінеді ғой. Мына екі сандар 5-ке бөлінеді ғой. Ең негізгі мақсат бұл жерде
алымын да бөлімді бірдей санға бөлу. Алымын басқа санға бөліп, бөлімін басқа санға бөлуге болмайды. Алымын да бөлімін да бірдей санға бөлсек, өзі қысқарту деген нәрсе сол ғой бізде. Жақсы, енді бүгінше осы жай бөлшектерді қысқартумен тоқталайық. Осы видеоның астында есептер салып кетемін. Қалағандарыңызға сол жақтан шығарып көрулеріңізге болады. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, ол есептің ішінен комментарийға жазып кетерсіздер. Назарларыңызға рахмет.